Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Атамекен бизнес арнасында Азбергенов Sport View бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Жігер Азбергенов. Бүгінгі біздің хабарымыз карате спортына арналмақ. Олимпиада ойындарына енді ғана қосылған жаңа спорт туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бағдарламамыздың қонағы каратеден ұлттық құрама команданың жетекші мүшесі Дархан Асаділов. Дархан, сізге көп алғыс білдіреміз. Осылай уақытыңызды бөліп біздің бағдарламамызға қатысуға ниет білдіргеніңіз үшін. Енді каратэшілер үшін биылғы жыл қалай басталды? Негізі табысты басталды ғой, бірнеше жарыстардан жүлдемен оралдыңыздар. Әрине, осы Олимпиада кіргелі осы жылдан бастап, бізге қаңтардан бастап, Олимпиадаға лицензия алу үшін осы жылы 12 жарыс бар. Солардан ұпай жинап, кім топ 2-де солар ғана лицензия алады. Қаңтардан бастап 3 жарыс өтті. Париж қаласында өткен жарыста 3-ші орын алдым. Дубай қаласында, Салзбург қаласында 1-ші орын алдым. Қазір енді Олимпиадаға енді ұпай сарапқа салынып жатқаннан кейін бәсеке де арта түсті ғой. Енді қазір спортшылар осал емес, барлық елдер Олимпиадаға баруға ниетті. Қиындай түскен шығар қазір. Әрине, ол әр ай сайын бір жарыс, ол спортшыға, адамға қиын ол. Бүйірде ол қиыншылыққа қарамай, біз емес, бүкіл спортшылар бір жарыстан қалмай келіп жатыр. Бәрінде мақсат сол Олимпиада. Енді сіздің спорттық мансабыңызда кешенді жарысқа қатыстыңыз, ол бар сізде, мысалы сіз 2 мәрте, 3 мәрте Азия ойындарына қатысып келдіңіз. Енді Олимпиада ойындарының қалай өтетінін енді біршама білесіз енді. Өйткені кішкене, мысалы сіздердің жарыстарыңызбен салыстырғанда, осы кешенді жарыстардың айырмашылығы мол ғой. Оның ішіндегі атмосфера, тек қана өзіңіздің каратэшілер ғана емес, сонда басқа да спорт түрлерімен бірге, бір ел болып, бір отбасы болып жарысқа түсесіздер. Соның бәрін енді сіз сезін алдыңыз ғой, енді осы 3 жарысқа қатыстыңыз ғой. Әрине, ол бір олимпийский городок деген ол басқа сезім, ол басқа жарыстарға қарағанда өте жоғары, айырмашылығы үлкен. Енді жаңағы турнирлерге қайталап тоқтала кететін болсақ, қазіргі таңда сіз көшбасшылардың қатарында келе жатсыз. Осы турнирлердің қорытындысынан кейін халықаралық осы карате федерациясының арнайы рейтингісі бар, сонда көшбасында келе жатсыз. Ендігі сізге деген басқа ел спортшыларының көзқарасы өзгерді ме? Әрине, енді оның алдында да жаман деп айтамаймыз, қазақтарды қатты құрметтейді бүкіл ел. Енді осы Олимпиада кіргеннен осы 3 жарыста қатарынан жүлде алып, мен емес, командадағы мысалға осы спортшы бауырларында мысалға әр жарысында жүлде болып атқаннан кейін олардың уже нелері, көзқарасы басқа. Басқа болады. Енді сіздер қазір осы Алматының маңында келесі жарыстарға қызу дайындық жүргізіп жатсыздар. Біз сіздердің оқу-жаттығу жиындарыңызға дәл келіп отырмыз. Сондықтан да егер қазір жаттығу керек болатын болса, дене қыздыру керек болатын болса, мақұл, рұқсат, денеңізді қыздырып, түрлі жаттығулар жасап тұрып, бізбен әңгіме жүргізуге әбден болады. Жасай беріңіз. Сіздер енді бірінші әр спортшы дене қыздырудан бастап. Әр жаттығуын алдында бұлшық еттерді созып аламыз. Созбасақ, ол әр жылдам ударда неде соққы жасауға жақсы, травма болмайды да. Өйткені сіз денеңіз қызып тұрып жарысқа шықсаңыз, онда жарақат алу қаупі төмендейді. Жалпы, Дархан, неге осы каратені таңдадыңыз? Басқа спорт түрлерін таңдауға болушы ма еді сол кезде? Неше жасыңыздан осы каратемен шұғылданып келесіз? Спорттың көп түріне қатыстым. Онаған осы болды, жас кезде енді жөнді білмейсің, бірақ онаған осы спорт болды. Осыда тоқталдық. Қанша жыл болды айналысып жүргеніңіз? 1-ші класстан сынбырын, 7 жасыңыз? 31-де. Сіздердің спорттарыңызда 31 жас ол ардагер санала ма, әлде бұл нағыз піскен, нағыз жетілген кез бе? Мен ойлаймын, енді спортта жасқа қарамайды. Өйткені
қарасаңыздар, үлкен спортта мына әлемдік олимпиада, додада күрестен мысалға алып қарасақ 34-те 35-те олимпиада чемпиондары жүр. Ол спортта ең керегі нәтиже деп ойлаймын. Ал енді қазір құрама командада бізде жас балалар да бар. Мысалы, енді ғана 20-ға толып жатқан, олармен қарым-қатынас қалай? Оларға ағалық бір өзіңіздің ақыл кеңесіңізді беріп тұрасыз ба? Олар сізден сұрай ма? Иә, олар әрине сұрайды. Бірге дайындаламыз. Білмеген мен де сұраймын. Жастан болса да, ол басқа жерде ол мықты болады. Әр жерде әркімнің өзінің мықтылығы бар. Сондықтан әркімден мықты жақсы жерлерін өзіме алуға тырысамын. Дархан, мынау сіздердің қолғаптарыңыз, иә, сонда? Иә, бұл накладка деп айталады. Ал жалпы осы каратэдің негізгі философиясы, пәлсапасы, осы жаттығуда алған барлық бойыңызға сіңірген әдіс тәсілдерді өмірде қолданбау керек дейді ғой негізі. Әрине енді қолданбайсыз. Бірақ енді ондай жағдайлар болды ма мысалы? Енді жас кезде болады, енді о жастық кезде болып қалады, енді Құдай сақтасын, қазір ондай нелер жоқ. Негізгі философиясы сондай ғой бұл спорт түрінің. Жарыс залындағы алған тәсілдерді одан өмірде қолданбау керек, қарапайым өмірде. Соққы жасап көрейік. Қандай сонда сіздерде негізгі бір тұрыс қандай болды? Бірінші, енді әркімнің өзінің бастапқы, стойкасы болады. Егер сіздің алдыңызда бойшаң спортшы болса, оған сіз арнайы бір әдіс тәсілдер қолданасыз ғой? Ол кезде енді арақашықтықты сәл ашық ұстап, арақашықтықты кіріп шығып алдап, спортшыны алдап кейін жасауға тырысамын. Осал тұстарын табуға тырысасыз. Өйткені жақын тұрсам, ол ұзын бірінші кіріп кетуі мүмкін. Мысалы, сіз аяқты қоссаңыз қазір, иә? Мысалға, аяқ қосатын болсақ, бірінші мысалға ішке ұрсам, келесін мысалға мынақа қоясыз. Мысалға ішке ұрам, қарсылас блок қояды. Иә. Шек тосқауыл қойып. Тосқауыл қойды. И сол кезде жанға шығып, екінші удар жасауға болады. Сіздер осы олимпиадалық рейтингке енетін 12 жарыс бар. Соның үшеуін өттіңіздер. Әлі талай алда. Алда көп. Спорт шыдау керек. Тағы айта кететін бір жағдай, осы жазда біздің елімізде үлкен бір жарыс өтеді, бірақ енді ол олимпиадалық рейтингке кірмейді, дегенмен де сіздерде өз жанкүйерлеріңіздің алдында өнер көрсетуге жақсы бір мүмкіндік болып тұр. Енді сіздер Қазақстан чемпионатында ғана өнер көрсетесіздер ғой, ірі халықаралық жарыстар енді жиі болмайтын шығар. Қазақстан Open жарысы алда тұр. Бұл жарыс негізінде алда болатын. Осы премьер-лигаларға көп шыққандан осы жарыс қалып кеткен еді. Енді осы жылдан қайттан қолға алып жатыр. Енді кейбір спортшылар, мысалы, екіге бөлінеді, иә, мысалы спортшылар біреуі өз жанкүйерлерінің алдында өнер көрсеткенді жақсы көреді. Тағы бір спортшылар бар, олар керісінше үйде болса, мысалы, жанып кетеді, одан да сырт елде өнер көрсеткенді ұнатады. Өзіңізді қандай спортшы деп санайсыз? Қайсыға жатқызасыз? Менде ондай жоқ. Мысалға, қанша болды Қазақстанда, қанша жылдан бері Құдайға шүкір, осы бірінші номер болып келе жатырмын, осы уақытқа дейін. Шетелде де жаман емес. Бұлай бір елде жанып кетіп, бір елде жақсы, ондай нем жоқ. Бір қалыпты. Одан кейін тағы спортшыларға әсер ететін тағы бір жағдай, менің ойымша, ол жанкүйерлердің мәдениеті дейді ғой. Мысалы, мейлі бір Францияда жарыс өтіп жатсын, сіз французбен егер жарысқа шығасыз, олар тек французға ғана мысалы қолдау көрсетпей, егер де сіз әдемі тәсілдер қолдансаңыз, онда сізге де қошеметтерін көрсетеді. Сондай кездер болды ма сізде? Иә, ондай кездер көп болады. Көп қарсыластардың ағайлары келіп, құшақтап суретке түсіп жатады. Сол командаға балдар өзі келіп, ондай сәттер көп. Тағы бір айта кететін жағдай, енді сіз жарыста көп боласыз, одан кейін үйдегі отбасыларыңызбен әрине әлеуметтік желілер арқылы хабарласып тұрасыз ғой.
бейне қоңырау шалып, одан кейін WhatsApp желісі арқылы мысалы фотосуреттерді жіберіп дегендей. Жалпы сіздің осы спорттық өміріңізде, осы жаттығу кезінде, оқу жаттығу жиындары кезінде әлеуметтік желіге қанша уақыт бөлесіз? Өзіңіздің жеке бір уақытыңыз болады ғой, мысалы демалатын кез. Әлде көп отырмайсыз ба ол жерде? Көп отырмауға тырысам, оған негізі кірсең шығуың қиын, ұйықтай алмай, спортшыға бірінші неде режим керек, сол режим бұзылып кетеді. Әке-шешеммен сөйлесем, сіз айтпақшы бейне немен, қоңыраумен, қалған нелерде бір көз жүгіріп өтем, болды, сол жетеді. Мысалы, кейбір енді түрлі жанкүйерлердің түр-түрі болады ғой. Мысалы, кейбіреуі қолдап жазады, кейбіреуі керісінше бір жеңіліп қалған кезде бір артық кетіп қалып жазуы мүмкін. Осындай жазбалар сізге әсер ете ме? Келген жоқ әлге. Келмей-ақ қойсын деп тілек бізде онда. Әлге келген жоқ. Сіз енді бағана айттыңыз, 7 жастан жүрмін деп. 24 жыл болыпты осы спортта. Егер осы 24 жылға артқа шегінетін болсақ, қайтадан осы каратені таңдар ма едіңіз? Таңдарым, әрине. Құдайға шүкір, каратеде жаман болған жоқпыз. Жетістіктер бар дейсіз? Жетістіктер бар. Әр елде, Қазақстаннан бөлек, әр шет елдерде қанша достарым бар. Қалай тілдесесіз солармен? Тілді үйрендіңіз бе? Енді 100% болмаса да сөзімізді жеткіземіз, сөйлесеміз. Бұл да жақсы негізі. Өйткені біз түсірілім тобымен, жалпы осы жұмыс бабымен Аргентинаға, Буэнос-Айрестағы жасөспірімдердің Олимпиада ойындарына барған кезде, енді кішкентай бауырларымыз, қарындастарымыз барды ғой. Және де соның қайтқан кезде олардың ойлары түбегейлі өзгерді, және де көбі тіл үйрену керек екен дейді. Өйткені басқа елдегі спортшылармен араласу қажет екен дейді. Сондай ойда елге оралды. Олардың ары қарай бір өздерін дамытуға бұл өте бір жақсы бір түрткі, бір күш болып отыр. Сондықтан да тіл білу қажет әрине. Қажет, өзің үшін қажет. Барып білмеген нәрсеңді спорттан қағаз жұмыс болсын, қай уақытта шығу керек, қай кезде автобус жүреді. Дархан, енді уақытыңызды бөліп, бүгінгі біздің бағдарламамызға қатысқаныңыз үшін сізге мен алғыс білдіремін. Сіздерге рахмет. Алда үлкен жоспар тұр. Сол жоспарды орындауға сіздер енді бар күш-жігерлеріңізді саласыздар деген ойдамын. Енді 100-ден жүйрек, 1000-нан тұлпар шығу үшін, сол 10-дыққа іріктеліп алу үшін бар білгендеріңізді ортаға саласыздар ғой, енді аянып қалмайсыздар. Сол жетістіктерге жете беріңіздер. Сізді Олимп шыңын бағындырған сәтте соған біз куә болайық. Сол туралы елге хабар жеткізейік. Аман болыңыздар. Сізге рахмет. Көп рахмет. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Біздің бағдарламамызды бөліп жіберіп алмаңыздар. Аман сау болыңыздар.